сөз өте көп әсер алдым. Өмірімде Америкада болам деп ойлағам жоқ. Тем более Біріккен ұлттар ұйымының қақ несінен шықтық. Біз енді 3 жылдың ішінде жұмысымыздың дұрыс істегеніміздің арқасында осындай деңгейге жеттік. И ол мына біздің халқымыздың арқасында, өйткені бұл 30 жылдан астам шешілмей жүрген мәселе, ол өте маңызды екенін көрсете білдік. Және оны тек қана біздің құқымыз емес, қазір вообще ядролық қаруға қарсы біз дауысымыз өте мықты болу керек. Өйткені біз Қазақстан бірінші бұл атом жарылыстарынан бас тартқан мемлекетпіз. Сондықтан біздің дауысымыз одан да күшті болу керек. Біз жалғыз емеспіз. Қазіргі уақытта білесіздер, өзі халықаралық жағдайдың ұршығып тұрған. Сондықтан біздің дауысымыз өте керек. И жер жүзінде бізде адамдар өте көп. Вообще біздің айырмашылығымыз тек қана тіл. Енді арамызда жатқан алыс, бірақ бәр кісілер, бәр адамдар бірдей. Қайғыда да, қуанышта да біз бірдейміз, бірдей қуанамыз, бірдей жылаймыз. Сондықтан мен бір нәрсеге ғана өкінем, ағылшын тілін білмегеніме өкінем. Өйткені енді өз мүмкіншілігімді 25%-ға ғана пайдаландым. Но мына айтайын, осы мүмкіншілік бізге шетелдік халықаралық ядролық қаруға қарсы ұйым, үлкен ұйым, ICAN деген былтырдан бері таныспыз. Солардың арқасында мүмкіншілік туды. Солардың қаражатымен, сосын фонд Фридрих Эйберт атындағы фонд бар Қазақстанда. Солардың арқасымен мен осындай мүмкіндік алдым. Сондықтан оларға да рахмет, ең бастысы біздің халқымызға рахмет. И осындай бірге болсақ, біз мақсатымызға жетеміз. Біздің полигон 21 деген қоғам құрылғаннан бері біз үлкен жұмыстар атқардық. Міне бүгінгі күні біздің осы Майра Жамантаевна Америка, Нью-Йоркке бүкіл халықаралық ұйыммен кездесті. Сондықтан біздің дауысымызды естілді деп ойлаймыз. Полигон әрғай жұмысын 21 әрғай жалғастыра береді. Енді бұйырса, ендігі осы келесі жұмада сәрсенбіде бола ма, біз ойлаймыз пресс-конференция жасайтын шығармыз. Сонда бәрін айтып бересіздер. Сондықтан күтіп алып жатырмыз. Аман есен туған жерге келуіңізбен. Көп рахмет. Қалғанын бәрін сәрсенбіде жалғастырайық. Көп рахмет сіздерге.